Менің өзім тағы да бір біліп қалғаным, сондай осындай бір жаңа өзіңіз айтқанда, зиялы бір ортаға түсіп қалғанда, ресми бір шараға келген кездегі менің өзімнің бір әріптесімнен естіген кеңес, ол біз сорпаны ішінде қалады ғой, ең соңында түбінде қалған кезде біз не істейміз? Әкетемізді шалқайтып тұрмыз. Оны бізге оны қалай істеу керек қазір көрсетсек? Оны бізге жалпы балабақшада солай үйреткен. Қалай көтеру керек? Мысалы, ыдыстың түбінде қалған бірінші тағамды сыртқа қарай ма, ішке қарай ма, оңға ма, солға ма? Балабақшада бізге жалпы сыртқа қарай көтересіңдер, киімдерің былғанып қалмау деп керек деп айтқан, үйреткен болатын. Ал жалпы этикет бойынша тарелканы біз көтермейміз, ұстамаймыз. Мүлдем ұстамаймыз. Қол тигізуге болмайды. Егер түбінде қалып қоятын тағам болатын болса, мысалы, бізде мұсылмандар тағамды қалдырмайды, ысырап болады дейді. Сондықтан сіз ондай ортаға бара жатқан кезде алдын ала оны анықтап алуыңыз керексіз. Егер сіз баратын ортада этикетті ұстанатын орта болса, сіз ол жерде тағамыңызды, бірінші тағамды қалдыра алмайтыныңызды білетін болсаңыз, онда бірінші тағам тапсырыс бермеңіз. Көрдіңіз бе? Ешкімде ыңғайсыз жағдайда қалмау керек. Сізде өзіңіздің дініңізді де, ұстанымыңызды да сақтауыңыз керексіз, өзгелерді де ыңғайсыз жағдайда қалдырмау қажет. Жақсы, рахмет сізге, Сая ханым. Біраз нәрсе білдік. Расымен де көп нәрсеге біз мән бере бермейміз. Ал негізі үлкен дастархан басына отырған әдептілік өте маңызды қазіргі заманда әсіресе.